Шай ішу дәстүрі ежелгі Қытай елінен бастау алады. Бір қызығы, аңыз бойынша желмен ұшып келген бірнеше шай жапырағы Қытай императоры үшін дайындалып жатқан ыдыстағы қайнаған суға түсіп кетеді екен. Сосын өзінің дәмімен және хош иісімен билеушіні қатты қызықтырады. Сол күннен бастап ол өзінің қол астындағыларға шай демдеп оны ішуді бұйырады. Бірақ та шайды көп тұтынған пайдасынан қарағанда зияны көбірек. Суыған шай у ішкенмен бірдей немесе жылан шаққанмен бірдей екенін көпшілік біле бермес. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз. Шай ішіп болғанда пиаламызда қалатын қара дақтар асқазанымызға түскенде не болатынын білесіз бе? Шай ішу көп адамдардың шөлін қандырып, бас ауруын да емдейді. Алайда осы шай ішудің де ағзаға зияны көп. Шай ішкен кезде осы кеңестерге құлақ түссеңіздер жақсы болар еді. Шайды көп ішетін елдер арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек,